жанып тұр екен, өзім де білмедім. Шашу жұғысты болсын. Сіздерге де құрметті достар, жұғысты болсын барлығыңызға. Керемет, Шашу! Мен көрген Диас өте кішкентай бала болатын. Тәсе қалайсыз деп. Орысша сөйлейтін еще ше. Қазір қараңыздар, уже ер жетіп, кәдімгідей оқып. Мен прям таңғалып жатырмын. Бой деген кеткен. Мен бойым біресе примерно менен ұзын ғой. Мә, я в шоке. Молодец, өсе бер. Бұйырса Диастың тойына келейік деп ниеттеніп жатырмыз мына жақта. Бар Айжан тәтеміз. Бұл кісінің аты басқа, бірақ мен үлкен енем аттасуғаннан кейін бұл кісіні мен Айжан деп айтамын. Иә, қалайсыз, міне повар тәтеміз жүр. Мен айтпақшы, тәтеміз номерін қалдырып кетейінші ғой, парақшасын. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым. Кешікпей. Ал кетті, күй ойын, дара-дара-дараң деші. Адай күй қойды. Иә. Вау. Мына қарасаңыздар, шынандай асар дейді. Ой, қандай керек. Тәтетті жалғыз бант болса, или жалғыз қуырдақ болса қызық болмай қалады, осылай күшті. Ой, әдемі. Мынау тамақ метис қой мен дейсіз. Тамақ метис емес сияқты. Үйтіп айтпас, біз жегіміз келмей қалады. Жеме қой. Короче, мама пакет заказ берді да. Сөйтіп мен сұраймын, мына жерде не алып кетейін деп жатырсың ба? Ешінші жоқ уже. Сөйтсем, нанды алып кетіп жатыр екен, кішкентай. Дәу пакет, бірақ ішінде бір-ақ нан. Қалай былай? Сіздердің де мамаларыңыз сөйте ма? Сосын үйреніп. Бұл пайдалы нан ғой. Айтшы, қандай нан? Қандай нан? Сен айт. Неден жасалған? Ұннан? Пешке піскен. Пешке піскен нан екен, сол үшін. Нанды алып кетіп жүру керек екен. Қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы бәрі. Бірақ кездесу болмаған сияқты сіздерде. Неге? Болды ма әлде? Болған сияқты? Болды. Болды ма? Жаңа Заринаның білмеймін дегеніне қарағанда ойлап қалғаным ғой. Кездесу болса, қандай кездесу болды, бірге көрейік. Қайырлы күн, менің оқырмандарым. Қосылайық арнама қош келдіңіздер. Күндеріңіз сәтті өтсін, ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Енді бұл жерде воспоминание деп айтады ғой. Біздер Гүлжанның қалай Заринаға кездескен туралы, уақыттарын өткізген туралы, қарым-қатынастар туралы мына жерде еске алып жатырмыз. Сондықтан мен сізге сол видеоны ұсынып жатырмын. Ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, жазып отырыңыз. Пікір жазып отырып, пікір қалдырып отырыңыз. Жаңадан келген оқырмандарым болса, арнама қосылып, бірге тамашалап отырыңыздар бізбен бірге. Жақсы күндеріңіз сәтті өтсін, жақсы өтсін. Ойлаған армандарыңыз іске асып, жүзеге асып, орындала берсін. Кездескенше жолыққанша келесі арнамызда. Мейлі. Сен мен бағдарлама қатысатқандардың бәрін көрдім ғой. Маржанды да көрдім. Көріңізші. Иә? Мама маржанды көрді. Міне. Түсіріп алдым. Міне тілек. Маржан деген қыз осы қыз екен. Әдемі екенсіз ғой өмірде. Міне. Тілек бәрін көріп тұрмын. Маржанмен де таныстым. Қатысушылардың бәрімен таныстым. Мына жігітті де танисың ба? Мына Гүлжан гүліне ұқсап тұр что-то. Сен апардың ба да гүлді? Білмейміз. Сосын Кеше ана Оны пчеловод деген жігіт. осы бала ма? Анау бүйтіп сен мазақтап отырған жігіт па? Жай. Сізді атылайды ғой сізді. Ой, өмірде әдемі қыз екен. Бұл қыз ойбай, бұл қыз енді.
бұл қыз кішкене. жоқ камерада қара қызы да өмірде әп әдемі жеп қалды ғой қыз екен. Бұл ма? Сосын тағы да бар кететін кезде қазір тілек мыналарды да көрдім. Мама искренность дей ма не дейді ғой. Искренность қой. Хюрем Султан деген қыз ғой. Әдемі қыздар екен бәрі. Бұл қыз жақсы. Мына бағдарламада болдым қара. Ал сен басқа жақта отырдың да апай. Мен айттым да мен балам осы жерде боянама деп едім. Бүгін келіп